Жолдасыңыз продуктыға барғанда, немесе сізді сыртқа шығарған кезде қайтар жолда қанша ақша жұмсағанын айта бастайды. Сіз өзінше ойыңызда ойлайсыз, о, жмот деп. Қыздар, олай емес. Егер де сіздің жолдасыңыз жұмсаған ақшасы туралы айта бастаса, онда сіз үйде оның ақшасын әкелген табысына алғыс айтуды доғарған деген сөз. Адам өз еңбегі үшін алғыс естігісі келеді. Ал үйдегі әйел көп жағдайда, барлықтарыңыз емес, алғыс айтуды ұмытасыздар. Ер азамат міндетті табуға, ол оның жауапкершілігі. Бірақ қайткенмен қанша терлеп еңбек еткен адам міндет деп санаса да алғыс күтеді. Сіздің ер азаматыңыз сіздің ортақ отбасыларыңызды тамақтандырып, сыртқа шығарып, ақша жұмсап, мынанша ақша кетті деген оның ақша санап қалған бір мелочниктігінің мағынасында емес. Сіздің сұлуыңыздың алғысын күтуде. Еңбегімді қарашы, бағалашы. Егер де сіз қасыңызда тұрған адамның еңбегін бағалап, уақытысында алғыс айта бастасаңыз, сіздің ризығыңыз 10 еселене түседі. Оны міндет, парыз деп күтудің қажеті жоқ. Жай, қарапайым сөз, рахмет, сенің арқаңда деген сөз адамды қанаттандырады. Сол үшін, сұлуларым, ер азаматты өздеріңіз құрбыларыңызбен отырып жұмот демей, оның істеген еңбегіне көз салып, алғыстарыңызды білдіре жүріңіздер. Сонда ол сіздің жасаған еңбегіңізге де алғыспен қарайды.